Қос алманың мысалы. Бірде мұғалім сыныптағы балалардың алдына 2 алма қойды да оның бірін бірнеше рет еденге құлатты. Бірақ алманың қабығы аршылып кетпей алма аман қалды. Оқушыларға осы 2 алманы суреттеп беру тапсырылды. Бір қарағанда екеуі де әдемі, қып-қызыл көрінді. Мұғалім әлгінде жерге құлатқан алманы ұстап тұрып, оның өзіне түк ұнамайтынын айтты. Сөйтті де оқушыларға осы алманы жамандаңдар, оған ұрсыңдар деді. Алғашында оқушылар таңғалыңқырап тұрды да, сонан соң алма туралы жаман сөздер айта бастады. Сен жамансың, құрттап кеткенсің, сенің ешкімге керегі жоқ дегендей сөгіс сөздерді жаудыра бастады. Сонан соң мұғалім екінші алма туралы жақсы сөздер айтыңдар деді. Олар: сен әлемдегі ең әдемі тәтті алмасың, сенің қабығың қандай әдемі деп жатты. Сонан соң мұғалім 2 алманың қайтадан парта үстіне қатар қойды. Екеуі де алғашқы көрген кездеріндей әп-әдемі. Мұғалім 2 алманы да алып, пышақпен ортасынан қақ бөліп балаларға көрсетті. Мақтаулар естіген алманың іші тап-таза, тамаша күйде еді. Ал ұрыс-сөгіс естіген алманың іші қарайып, езіліп кеткен еді. Мұғалім оқушыларға құрдастары мазақтайтын, қорлайтын балалардың да жағдайы дәл осы алмадай болатынын айтты. Бір қарағанда олардың түр әлпеттерінен ештеңе байқалмаған. Олардың іштей күйзеліп, жандары ауыратынын ескертті. Бұдан біз алатын сабақ әр адамға құрметпен қарау, жандарын ауыртпау керек екенін білуіміз керек.